Сәлем достар, сендермен бірге мен Айнара Бауыржанқызы. Бүгінгі видео өздеріңіз көріп тұрғандай 24 сағат поезда болады. Бұл видео сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеода мен Алматыдан Оралға келгенімді түсірген болатынмын. Сіздерге поезда болған барлық қызықтарды көрсеткен болатынмын. Ал қазір өздеріңіз көріп тұрғандай мен өз үйімдемін. Ал сіздер қазір поезға баратын боласыздар. Видеоның соңында кездескенше сіздерге приятного просмотра. Бізде мінетін поезд осы поезд. Біз кешкі асымызды ішейін деп жатыр. Кешкі асқа бізде бана пісіріп алған картоп болды. Привет достар, қайырлы таң. Бізде сағат қазір 9:30 болып қалды. И бізде уже Шымкентке тоқтап жатыр. Түнде сіздерге видео түсірем деп ойлағам, онымен түнімен мен ұйықтап шықтым. И жаңа ғана ұйқымнан тұрып сендерге рум-тур түсірейін деп жатырмын, потому что қасымдағы адамдардың барлығы сыртқа шығып кеткен болатын. Сіздерің көріп тұрғандай мен қазір купедемін. Ең алдымен осылай онда есігінде айна бар, полный рост көрсететін. И жоғарыда осындай зат салатын жерлер и телевизор сияқты бірге бар. Мына жерде есікті кілттеуге болады. И және де мына жерде осындай баспалдақ осылай жауып ашылады. Және де төмендегі адамның орны. И мына жақта мен өзім екі адаммен бірге жататын, олар мына жерде и және мына жақта жатады. Ал мен өзім мына жақта жататын боламын. Мына жаққа әлі ешкім келген жоқ. Кісі түсіп қалды жодынан. И вот осылай новый купе бізде. Мына жерде кондер бар, терезе ашылады. Мына жерде өзінің сүлгілері бар и зарядка тағатын жерлері бар. Мынаның астында тоже зарядка тағатын жерлері бар. Осындай жақсы купе бізде. Ал біз данный момент Шымкентте тұрмыз. Я передумала, что неге сразу келген кезде мен рум-тур түсіріп тастаймын деп, бірақ қасымда адамдардың барлығы ұйықтап жатты. И светті өшіріп тастадық. Түнде тамақ ішіп болғаннан кейін и дым түсіре алмай қалдым. Вот таңертең тұрып сендерге түсіріп жатқан жайым бар. Сағат 11:15 кетті. Біз Арыс деген жерге тоқтадық. Жаңа ғана таңғы асымызды ішіп алдық. Енді үшеуміз шығып әңгіме айтып отырмыз. Біз Түркістанға түсіп келеді. Мына жақта күн ыстық, осындай бірдеңе сатып жатқан магазиндер кілең. Пошли мам сатып алып жатырмыз. Біз Түркістаннан автовышкасы пойызға мінеміз. Короче, бізде сағат 7:30 болды. И біз Қызылордаға келіп тоқтап жатырмыз. Мен бана обед алып отырған кезде сіздерге мантыларды көрсеттім. И содан кейін тамақ ішіп алып мен ұйықтап қалыппын. Енді ұйқыдан тұрып жатырмын, өздерің көріп тұрғандай. Вот осылай енді қазір мен сыртқа шығып сендерге көрсетемін. Біз кешкі асымызға осындай шиеліден алған қауынымызды жедік. Бүгін біздің түсетін күніміз, и мынау менің таңғы асым. Осылай наушникпен жатайын деп жатырмын. Бана кітап оқыдым кішкене. Енді наушник тыңдаймын. Қазір біз Ақтөбе қаласына келіп тоқтап жатырмыз станцияға поезден. Бүгін түнде, яғни 12:00-де біз Оралға жететін боламыз. Өзіміздің қаламызға. И вот солай. Бүгін кешке түсіп боламыз. Обедімізді ішіп алдық. И бензимен су алып келген болатынмын. Аяқтан. Бана обедті сіздерге көрсеткен болатынмын. Түсеміз, уже постель тапсырып жатыр. Қазір 1 сағаттан соң уже түсеміз, қараңғы түсіп жатыр, Оралға келіп қалдық. Мына жақта уже мен әзір отырмын. Все, біз қазір түсеміз.
осылай мен өз үйіме келген болатынмын. Енді бұйырса алдағы уақыттарда сіздерге өте керемет видеоларды түсіруге тырысамын. Сіздерге видео ұнаса комментария жазып, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Айнара Баушанқызы. Всем пока.